1 қазан халықаралық қарттар күні аталмыш мереке өңірімізде кең көлемде аталып өтті. Қарияларға арнап дастархан жайылып, концерттік бағдарламалар өткізілді. Аудандарда спорттық ойындар ұйымдастырылды. Аталар арқан тартса, әжелеріміз жүн түтіп, жастарға үлгі көрсетті. Дария кеуде тау мүсін, әдет ғұрып жөн жоралғыларды жадына тоқыған ата әжелеріміз кемелік тапсынды. Кеуделері шежіреге толы қарияларымыздың қадірін біліп, бағасына жеткеніміз, ата салттан ажырамағанымыз болар. Жылына бір келеті мерекеде бас қосқан олар жүздері шуақ шашып мерейлері тасыды. Атаулы күнге орай жастар мәдениет үйінде концерттік бағдарлама өтті. Сан салада еңбек еткен қариялар кештің кейіпкері болды. Қала әкімі Абат Шыныбеков көпшілікті атаулы мерекемен құттықтады. Саналы ұрпақ тәрбиелеп өнеге көрсетіп жүргендер үшін алғыс білдірді. Ардагер аға апаларымыздың жалпы еңбегімен алдымызда осы бүгінгі таңдағы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның бейбіт өмірде сүріп, ары қарай дамуына елеулі үлес қосып, барлық саналы ғұмырын арнаған азаматтарымызға, ағалар апаларымызға арналған үлкен мерекелік шара қаламызда ұйымдастырылып жатыр. Сондықтан бірінші кезекте осындай халықаралық қариялар күні мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бүгінде өздеріңіздің қолдарымен жасаған, бізге алып келген осындай бейбіт өмірді ашық аспан астындағы жақсылықтардың барлығын игілігін ұзаман көруге жасын деп тілек білдіреміз. Қала басшысымен жүздесіп, ықыласына бөленген ардагерлер қуаныштарымен бөлісті. Өз уақытында ешқандай қиындыққа қарамай еңбек етіп, бүгінде зейнетін көріп отырған олар жас ұрпаққа ақыл кеңестерін берді. Ардагерлер қартайғанда тек қана осындай ілтипатты күтеміз. Қарты бар үй қазынасы бар дейді. Қарты бар үйдің қазынасы ол ата әже. Сондықтан бәрімізге де өте жақсы әсер етіп, біз қуаныштамыз. Ардагерлеріміздің бәрі аман болып, 100 жасқа жетсін. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ұйымдастыруымен қарттарға арналып дастархан жайылды. Мейрамхана қожайыны жыл сайын атаулы мерекеде ақсақалдылар мен ақ жаулықтылардың басын қосады. Ол мұны әр ұрпақтың парызы деп есептейді. Бүгінгі шарамыз енді жалғыз басты қарияларды, қаламыз бойынша ардагерлерді, соларды құрметтеп, соларға көмек көрсетіп жатқан жағдайымыз бар. Біздер енді көп жылдардан бері осы ардагерлерді қолдап жүреміз, көмек көрсеткіміз келеді. Солардың бір жүректерінен бір орын алғымыз келеді. Ол қарияларға баршасына денсаулық тілейміз, мейрамдарымен құттықтаймыз. Осындай шаралар көп болсын, қарияларымыз елеусіз қалмасын деп тілеймін. Облысымызда қазан айы толықтай қайырымдылық айлығы болып жарияланған. Айлық аясында жалғыз басты қарттар мен көп балалы отбасыларға көмек көрсетілмек. Облыс орталығындағы мекеме кәсіпорындар мен жекелеген азаматтар да қайырымдылықтан тыс қалмақ емес. Қазан айы облыс әкімінің өкімімен қайырымдылық айлығы болып, ол қайырымдылық айлығының шеңберінде біздерде жалпы барша мұқтаж азаматтарға әртүрлі деңгейдегі қайырымдылықтар көрсетіледі. Мысалға атап айтатын болсақ, осы қаламыздағы орта арнаулы және жоғарғы оқу орындарынан волонтерлық топтар, осы біздің жалғыз басты қариялардың үйлеріне барып, ауласын сыпырып, одан басқа да үйіндегі керекті қажетті жұмыстарды жасап, осындай жұмыстардан бастап алып жатыр. Олар бар көп балалы отбасыларынан және тағы басқа осындай әлжуаз топтарға жататын отбасылардың барлығына бірдей тегін сол музейлерге барып тамашалауға болады. Ал Бөкей Ордасында өткен шара салауатты өмір салтын насихаттаудан басталды. Қарттар дене жаттығуларын жасап бой сергітті. Аудандық мәдениет үйінде ұлттық өнер дәріптеліп, спорттық ойындар өткізілді. Ақсақалдар асық атып арқан тартты. Әжелеріміз болса кенде қалып бара жатқан өнерімізді дәріптеп көптің таңдайын қақтырды. Жастарға жүн түтіп ұршық үйруді үйретті. Біздер қариялар болашақта еліміздің жақсы гүлденіп өсіп, тыныш заманда мынау ұрпақтардың елімізді жақсы, сауатты, жақсы мәдениетті түрде қорғап, осындай үлкен жақсы алып-ерлердің қатарына қосуға өздерінің білімдері менен, күш-қуаттары менен еңбек етуге біздер қариялар тілектеспіз. Жылулық пен қамқорлыққа, мейірімділікке толы мереке қарсаңындағы шаралар әлі де жалғасын таппақ. Ажаргүл Әлиева, Рүстем Ишранов, Ернар Шакенов, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.